Әрбір әрпі қанға шомған тарихыңа қараңдар. Отырардай опат болған, қала жоқ па жараңдар. Тату тәтті бармысыңдар, армысыңдар адамдар. Қайырлы күн достар. Хан Тәңірінің мұзбалаға таңған ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына биыл 90 жыл толып отыр. Мұқағали өз тағдырын өзі таңдаған ақын. Соның арқасында ол ұрпақты ұрпаққа, дәуірді дәуірге, ғасырды ғасырға жалғар қазақ өлеңінің әлем алдындағы мерейі үстем етер таңғажайып жырлар жаратты. Поэзия патшалығындағы пайымдауы өзгеден бөлек ақын жебелі жырын жүректерге ерекше үнмен, соны серпілмен жеткізді. Оның маржан жырлары халқымен бірге жасап, мәңгілік өшпейді. Қазір жазылғандай сиясы кетпеген. Ендеше ғасыр ақыны атанған миллион сырлы сезімнің иесі Мұқағали Мақатаевтың жырларын оқып, әндерін бірге шырқайық. Ұқсайды бар тыныштық жер бетінде, ұйқыдағы сәбидің келбетіне. Ояту бұлай тұрсын, рұқсат жоқ, ұйықтап жатқан ұлымды тербетуге. Ұйықта ұлым, ұйықта өпем, қасыңдамын. Керек емес дүние асылдарын. Бақыт, байлық, барлығы менің үшін сенің бір кез мойның. Сезбейсің ғой сен мені. Көрмейсің ғой кереметті мендегі. Түсінсеңші сарсаң оған пенде. Түсінсеңші ақыл ойын кемде. Неге бұлай, неге жүрміз көңілсіз? Кетем бе деп әлде менде қапыланып өмірсіз. Шынға шықпын сол адамға. Мен болмасам болмай сол аман ба? О тәңірім неткен жаны еді, жүрегі еттен бәлкі құл адам. Шынға шықпын. Несіне оны жасыра алам, әрбір алтын ғой бөлет ау шашылған. Сырымды айтып, ән арқылы өзіңе, сүйдім сәулем құлақ салшы сөзіме, кездескенде күлімдеші сен маған кім қызықпас, мөлдір қара көзіме. Жаным, сені ешбір жанға қимаймын, сені көрсем бұл әлемге сыймаймын, бір сен үшін осы әнді арнаймын, бір сен үшін дала гүл жинаймын. Бірақ бұл өмірде қыздар деген көп екен, көп болғанмен бұрынғысы жоқ екен. Аққу болып көктем болып келші сен, көп кідірмей жауабыңды берші сен. Жүрегің иттен бәлдем остан беді, әлде менен жақын бір жан бар ма еді? Көңілімді сол түн үнсіз қалып, мен енді жұмбаққа айналсам қызған бенді біреумен белесем де, шақыра ғой басқаны бейгесем де, мен жүрейін жанында жат біреудің, өлең оқып берейін сүймесем де. Ішімнен ондай ешкім жоқ десем де, басқа жанды бақытты етпесем де, қайғыдан қалайыма жүреккен деп қайран қалып. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ол өмірге келгенде көктем еді, жер гүлін көктем нұрын төккен еді, саялатып сал-самал өткен еді, сол өмірге несіне өкпеледі. Сол өмірге несіне өкпеледі, ал өмір оны сыртқа теппеді. Қайғырмаймын, жырым ғой жазылмаған, күрсінткені болмаса теккенен. Күрсіндіріп кетті ғой текке мені, қойшы, тәйірі, осынау ит өмірге текке келіп адамдар тек келеді. Дей алмаймын, жырым ғой жазылмаған, жер астына жем керек түзден кейде, жүздер кетіп өмірден жүзген бейне, қойшы тәйірі, даланың раушаны. Мұқағали Мақатаев, отан. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағында асқарттау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты, боз торғай буының шыбырлаған.